Алло. Эй, біз келдік достар, қалайсыздар? Опять с камеры десей. Конечно. Так, бізде екінші раунд басталды. Чистилище картасы қазір кімнің қайдағы? О, бізде уже ойын басталмастай Immortals отрядымен бірге Fuck You отряды, олармен қоса DSL Маха, яғни DSL отряды бірге Матхаусқа бара жатыр. Қазір мұнда керемет соғыс болатын сияқтар ғой. Чё-то қызық. Және де бізде тентекке уже нок беріп тастады. Олар бізде... мен қайда кетіп қалдым? Так, ол бізде кім? Және де Бека, Мен уже бір нок бар. Және де бізде науканыдан нок деп тастады. Керемет Бека әдемі ойнап жатыр. Молодец, добивать ету керек. Сразу добивать ету керек. Құлап жатқан адамды бірден добить ету керек. Бека бұл үлкен қателік. Керемет. О, уже 3 килдар бар. Керемет. Матхауста әдемі ойын өрнегін көрсетті. Және де Айдос бізде өзі жалғыз өзі тығылып отыр ғой. Біле. Бека бізде сейфта. Және де бізде Айдос жалғыз өзі. Көрмей қалама, прикинь еще. Бірақ көрем, көрем екен. Айдос бірақ сумен қашып жатыр. Оны көрем екен. Кеша немесе Бека. Көрем екен, Смело қашып жатыр ғой. Арттарына қарамайды ғой, прикинь. Уже ойын басталмастан бұрын ойын басталмай тұрып, уже 3 килдары бар. Керемет, даже бірінші зона табылған жоқ әлі, бірақ оларда уже 3 килл. Керемет. Ан жақта бізде так семья ботов дейтін атысып жатыр екен. Семья ботов бізде централда атысып жатыр. Кукаға нок берді, және Куканы бізде добивать етіп тастапты. Олар бізде, яғни қай отрядпен атысып жатыр? Рейд лидерс, яғни Нейпымға бізде Байзақ нок беріп тастап, добивать етіп тастапты. Және де рейд лидерс отрядының соңғы ойыншысы қана қалыпты. Ол бізде кім? Симпатичный деген бала екен. Және де бізде табам екен. Мат шаг естіді ма? Шаг естіген сияқты. Мат шаг естіген сияқты. Қазір бізде мат, шаг естіді. Қазір чемайтаны шақырып жатыр. Келіндер мұнда бірге раш етеміз деп. Және де матқа қазір көмектесу керек. Жоқ, арттарынан секірді, бірақ қасқа бізде алып тасадық. Уже семья ботовта 4 килл. Және де қасқа бізде эмоджи жасап жатыр. Семья ботовта 4 килл, бірақ Куканы жоғалтып алды. Енді топқа кіру керек, яғни плейсментқа ойнау керек. Енді ол отряды Шутер, Молодой Сарикс, Еспада, бізде Marble Ox жүр екен. Яғни Marble Ox. Ал мұнда болса бізде Бразилияда Youngtime DT мен 12-ші отряд Scarlet Team, яғни Аладик, Шоха, Evil, BMW-лар атысып жатыр екен. Кім қалай ойнайды екен? Так, бізде BMW уже рашқыр көкке жалғыз өзі. Және бізде BMW Оттяжка емес. Және де DT Dragon қуатысады. Оттяжка емес? Неге 99 деген ғой? Мен неген не деп көріп отырмын? Оттяжка. Брат, оттяжка деген білесің ба не екенін? Ол барды да просто тупо диван үстінде тұрды да ше. Ата салды, басына барды да. Оттяжкадан тарту білесің ба? Төбеге тартады. Рандом емес, в общем. Жоқ, рандом емес. Білді ғой сол жерде тұрған, и просто басып тұр. Ондай кезде уақыт құртудың керек жоқ. Типа оттяжка беріп ше. Так, мұн жақта бізде Youngtime DT отряды қазір соңғы 2 ойыншысы тағы да алынып қалатын сияқты. Яғни, соңғы ойыншысы қалды. Сенканың артында Evil бізде оған жұмыс жасап жатыр, BMW-да жұмыс жасап жатыр. Және де бізде оны кім алып кетеді екен? Evil Сенкасын тұрып жатыр, және де бізде оны BMW алып кетті. Бізде просто пасатин оқтың бәрі оттяжка қойшы. Қызық емес қойшы, қалай дейіп адыр. Бас оттяжка қойшы. Scarlet Team бізде уже 4 килдармен Бразилияда жүр толығымен. Және де Never Give Up отряды Лиджи, Киреева, Кашмар үшеуі бізде, яғни Fields'те жүр екен. Fuck You отрядының соңғы... Емано қалай кіріп кеткен? Кан? Бола ма не? Болады екен ғой. Нәже тесік бір екен ғой. Нәже мен отырып кіріп кетеді, қалай шығатын көрейік? Жоқ, міне, мына жермен екен ғой. Мына жермен екен ғой, бұлай. Қашып кетті ғой, жода камерадан ялып қалды ау деймін. Ялпа беркен. Мы тебя снимаем, все, спалился. Скрытый камера дейсің ғой. Так, татарка отряды.
Варбуханов, Соска, Кизару дейтін төртті келген. Анау адам жүгіріп жүр ғой, неге атпай жатыр? ТСЛ көрінбейді, брат, ол көрінбейді. Бұл ПК-клиентте ғой, ПК-клиентте. Бұларға көрмейді телефонда. Телефондағыларға жоқ. Так, бізде мұнда 3 отряд, яғни Орио Кизаруға нок берді. Бұл бізде Эрикс екен. Кизаруды және бірден добивать етіп тастады. Және мұнда 3 отряд жүр, яғни Орио, Эрикс, Мартин, МСР, Мафоз дейтін көрттік. Және ар жақтан бізде семья ботов қосылды, яғни Соскана, ойбай, бейшара. 3-ші отряд Татарка отрядының екі жақтан қиынадау. Так, бізде Орио отрядында 1 килл, және де семья ботов отрядында уже 5 килл. Семья ботов бізде әдемі келді, прям по таймингу. Так, бізде семья ботовтың яғни кім бізде байзақ уже айналып бара жатыр екен, яғни крутить етіп бара жатыр. Мұн жақта бізде кім оттяжка беріп тастаған? Әйтеуір жұмыс жасап жатыр бір-бірлеріне. Ан жақта бізде байзақ крутить етіп жатыр. Так, жақта Татарка, яғни 3-ші ойыншысын Мартин бізде Барреттің арқасында алып тастады. Оның 2-ші ойыншысы бізде уже қашып кетіп бара жатыр екен. Так, қазір ана соғыс көрейік. Семья ботов пен Орио отрядтарының арасындағы соғыс. Мұн жақта бізде Каска мен Мат бар. 4 ойыншыға қарсы 2 ойыншы. Байзақ бізде алыстан крутить етіп бара жатыр. Негізі тақанса крутить етіп арттарынан шыққаны өте дерзкі болатын еді сол кезде. Так, МСР бізде рашқа бара жатыр, бірақ МСР қалай қазір өзін көрсетеді екен. МСР бізде басып бара жатыр, Матқа қарай, және де МСР көрді. Және де МСР-аны құлаттасады, Мат бізде. Оттяжка, міне оттяжка деп, міне брат, осыны айтады. Және де МСР-ға оттяжка беріп тастады. Мат деген айуан ойнақ тұр ғой. Мат еще Мафозға. Ан жақтан Каска Эриксті құлатқан, және де тупо хорош. Семья ботов. Ма, брат, көрдің ба? Міне, осына оттяжка дейді. Міне, Мат дегендікін оттяжка дейді, брат. Түсінің ғой? Үйреніп аласың. Семья ботов керемет, кәдімгі өздерін дерс көрсетті. Мат просто тәш етті қазіргі ситуацияда. Молодец, керемет ойын. Индолвес отряды бізде өздерінің 3 килдермен Марбл оқысы әлі жүр. Мана жүрбет әлі жүр. Scary Team бізде уже 6 килдері бар екен. Scary Team да. Так, ал мінеке әдемі ойын өрнегін көрсетіп жатыр дақпен. Так, мінеке бізде машина. Әзірше зона, бірінші зона болғандықтан айтса аса қатты мән берудің қажет жоқ. Так. Ну, сен осы микрофонды өшіріп қойдың ау дейм, Иә. Бізде уже Матхаустағы Immortals отряды уже жоқ өлі қапты ғой. Immortals бізде топ 7 алды. Керемет. Және де анжақта бізде Never Give Up командасының ойыншысы BMW-ға нок беріп тастапты, бірақ BMW-ны бізде көтеріп алды. Ага, так, бізде Never Give Up қайда кет? Never Give Up қайдасыңдар? Ей! Never Give Up уже жоқ екен. Scary Team, яғни BMW-ны құлатқан үшін, походу, әдеміріп тұрып наказать еткен сияқты. Және де красный зона, әдемірегімен тамсанамыз, деймі? Қызығып қарап отырамыз. Төбедегі астероидқа қарасай. Қайда астероидтар? Күн шағылысып жатыр, деймі? Жоқ, қоса қарап тұрсай, дерскі. Төбеге қараш. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 түседі екен, 10 рет түседі екен. Сіздермен бірге болған табиғат зерттеу бағдарламасы, деймі? Жаратылыстану сабағында кездескенше еді. Және де бізде табиғатты аялап жүрейік па? Табиғатты аялап жүрейік. Және де бізде 15 адам қалды, 6 команда. Оны біз ғана білеміз, ойында ойнап жатқандар білмейді, өкінішке орай. Не біледі сонда де? Олар білмейді. Малды жамандап кетсің, бәрін ойнадырмай. Давай, жіктер, лайк баспанаға тіркелді. Кеттік 5 мың лайкқа жеткізіп тағыз.
Ал мінекей бізде еспада на цыпочках өздерінің жауларын іздестіруде. Біз білеміз, олардың ар жағында 12-ші команданың бар екен, ал бұлар әзірше білмейтін сияқты. Ал мінекей достар, бізде қазір скрат тимімді қарап отырмыз. Мінекей олар 11-ші команданың көрді. Инфа жинап жатыр, міне брат. Инфа жинап жатыр, міне саған андай тактичный командалардың нелерін үйретейін, тактикаларын. Міне инфа жинап жатыр, атпайды ешкім. Міне атып бастады, және де нок бере алмай қалды, өкінішке орай. Бұл кішкене қателік, бұндай микро қателіктер болады, бірақ нок бере алмай қалды, өкінішке орай. Кішкене везение болып кетті деуге де болады. Негізі нок беру керек еді. Профессиональный командалардың ойыны Сайрексқа бізге Эйвил нок берді, және де бізде Шоха дабит етіп беріп жатыр екен. Ар жақтан бізде кім БМВ рашқа кіріп жатыр. Және де еспадаға ұруын беріп жатыр екен, бірақ бізде шутерді бізде құлатып тастапты. Біреу кім екен білмеймін, еспадан да құлатты, және де Эйвилді құлатып тастады. Бізде молодой, яғни молодой бізде не істей алады екен? 4 адамға қарсы, оның 2 ойыншысы нок болып қалды. Оның алдында БМВ, және де БМВ бізде молодойды алып кетті. Керемет, бізде Security Team 11 килдармен уже топ 5-те. Керемет, және де бізде қазір Семья Ботов өздерінің 9 килдарымен жүр, база жоқ. Олар бізде Security Team отрядын көрген сияқты, жұмыс жасап жатыр. 11 кило екен, база жоқ. Ал мінекей бізде Бушмастер қазір басына тигізуге тырысады. Бушмастер емес, Барретт деу керек екен, Барретт. Барретт дейді екен бұны. Барретт дейміз ойында? Барретт. Так, бурондар тиіп кеткен сияқты. Тағы да тиіп жатыр. Қайдан тиіп жатыр? Андай дауыс шығып атқан ма? Тық деген. Жоқ, ол тиіп атқан жоқ. Қысыл шықса тиді деген сөз. Достар, міндетті түрде қазір чатқа жіберіп жатқан ВК группа, яғни турнирларға жазылу үшін арналған ВК группаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Өйткені турнирге қатысам деушілер болса, осы ВК группа арқылы тіркеледі. Яғни организаторға жазып, егер сіздер бүкілін білсеңіздер, уақыттарын, бізде турнир 15:00-ден Астана уақытымен, яғни түскі сағат 3-тен түнгі сағат 02:00-ге дейін бар. Даже 03:30-ға дейін ашып қойыпты, база жоқ. Вот, сондықтан Темірлан дейтін менің организаторыма жазыңыздар, чатқа да жіберіп қоямын, друзья тастап қойыңыздар. Тек турнир бойынша мазалаңыздар, артық сұрақ қойып маза алмаңдар. Темірлан дейтін бала. Барып жазыламыз. Менің организаторым, так что жазылып қоямыз. ВК группаға жазылуды ұмытпаңыздар, міндетті түрде. Так, Семья Ботов бізде өздерінің 9 килдарымен, Security Team өздерінің 11 килдарымен, так, War дейді, Татарка отряды өздерінің 0 килдарымен, АК-47, яғни Fuck You өздерінің 0 килдарымен, DSL өздерінің 4 килдарымен, Зонада отыр екен, және красный зона әп-әдем түсті мұн жақта. Және бізде қазір Семья Ботов 12-ші отрядпен, яғни біздің килл лидерларымызбен кездеседі. Осы раундтың килл лидер. Брат, қарсы килл лидер ше, андай үсті көп жанып тұрады, қарыш. Және Шоханы көрді, Шохаға тяжкі бердік, Каска бізде қазір барып дабит ету керек сияқты. Блин, осы үшін екен ғой, бәсе бағана қарайым ше, неге жанып тұр деймін. Бана Гуф дейтін командада жанып тұрды, білесің ба? Бермудада ше, 15:00 деген команда. Гуф дейтін командада жанып тұрды, сөз ойлаймын, неге бұлар әлде тек 12-ге ғана шүп жана ма деп қоям. Және де бізде Каска килл лидерларға жанады. Мән керемет команданы ойын көрсетіп жатыр. Бізде Мат бізде Аладиқа урон беріп жатыр, және де Аладиқа бір ғана тычқа қалды, бірақ өкінішке орай ала алмай қалды. Және де бізде Граната жоқ, жарылмады. Және де Эйвилді бізде байзақ аттяшка, міне аттяшка деген осы міне бірақ. Көрдің ғой аттяшка? Жоқ, артынан емес. Шома бізде жұмыс жасап жатыр оған. 10 килл. Уже 10 килл салды, және Шомаға біздер. Және де Касканы құлатты, байзақ бізде оң жағымен бара жатыр. Мат Шоханы қуып бара жатыр. Ал Касканы болса тастап кетті. Касканы дабит етеді. Ал мінеке. Аладик, Шоха, және БМВ. Турнир болғаннан кейін қызықты жағдайлар өте көп болады, сондықтан да описаниеда тұрған турнир группаға тіркеліңіздер.
осылай біздің ұйымдастырып жатқан турнирларға қатысып кетіңіздер. Әрине барлығы стриммен болады. Барлығы болмағаса да кейбіреулері, в общем. Тек суббота күндері жасаймын осылай күшті стриммен. Және бізде Байзаққа керемет урон берді гранатамен. Байзақта бірақ тычка берсе, бірақ тычка берсе өліп қалады. Және бізде мат қалды. 3 ойыншыға қарсы және мат. Бізде СВД-мен артынан да адамдар келіп қысып жатыр. Әрине қазір қашқан дұрыс сияқты. Және бізде ДСЛ керемет оттяжка Хардидан көріп тұрмыз. Хардиларда 2 адам бар. Және де шоққа оттяжка берді Харди. Міне оттяжка деп осыны айтады. Бәлін, түсіндім я. Айта берді. Міне өйстіп жүгіреді, сковородка алып жүгіреді, міне көрдің ба? Дейма. Шоқаға тағы оттяжка берді. Шоқа бірақ құламады өкінішке орай немесе қуанышқа орай. Өкінішке орай дейма. Мән. Шоқа шлемнен шлем қалмаған. Мын жақта бізде татарка командасының соңғы ойыншысы зонаға ығысып келе жатыр. Бірдеңе етіп, оны еш көрген жоқ, қолында гранигі бар, керемет. Семья Ботовтың да соңғы ойыншысы нағара. Зонаға ығысып келе жатыр. Буханов, қолында гранигі бар. Матқа лақтырса дерс кетеді. Зона ішінде. Бірінші броня өлмек болады. Так, бізде соңғы зона. Соңғы зона және де соңғы 4 команда 7 тірі қалған ойыншы. Оның соңғы зона емес, соңғының алды зона. Предпоследний зона короче, түсіндің ба? Қоя берсей. Мен айтқанда бар ғой, оны айтқанда. Так, бізде қазір шанстары Буханов анда, яғни семьяның соңғы ойыншысы, семья Ботов. Граник, 2 граник, жайдан жай. Буханов дым түсінбедім. Килл кімге саналды? В общем, былай болды. Анаумен бірге бір атлады. Анауынан граникпен өлтіреді. Анау СВД-мен өліп, короче, не істеді ғой, стенкасын сындырып кетеді, а бұның артынан біздің килл лидерлар атып кетеді. Ал мұнда соңғы бізде ДСЛ командасына. Бізде қазір 3-2. Мінекей соңғы зонада келді, достар. Қазір бізде Сако минус и Харди бір өзі ойын көрсететін болады. Мүмкін Харди қазір оттяжка кетіп қалды. Хардиге и Аладжике өте тамаша ответный оттяжкасын берді. ДСЛ тағы да таш етуде Харди жоқ. Қазір оттеген ай. Оттяжка берді бірақ. Оттяжка беріп үлгерді. Керемет. 2 адам жауып кетті. Ештеңе етпеді, достар. Осы ойында бізде топ-1-ді Scored Team алды. Өздерінің неше килдармен? 14 килдармен. Топ-1-ді алып отыр. Құттықтаймыз, тура 3 минуттан кейін, яғни 17:44 келе. 3-ші раунд басылады. Так что 3 минуттық Бермудай картасы болады. Дәл осы командалармен біз сіздерді асыға күтетін боламыз. Так что 3 минутта экраннан алыстамаңыздар, ал каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. И және де турнир группаға тіркеліп, турнирларға қатысып кетіңіздер. Давай, менге әгелеме.